Құрметті көрермендер, құрметті жанкүйерлер, Қазақстан Көкпар Кап клубтық командалар арасындағы республикалық турнирдің алғашқы ойын күні Павлодар облысы командасы және алаң иелері Шымкент қаласы құрама командасы командалар толық тексерістен өтті. Қос команда дайын, төрешілер дайын. Бірер сәттен кейін ойынымызды бастайтын боламыз. Алғаш рет Шымкент қаласында Қазақстан Көкпар Кап республикалық клубтық командалар турнирі өтті. Намысты додаға 7 команда жасақталды. Олардың қатарында Павлодар, Жетісу, Жамбыл, Түркістан облыстары мен Шымкент қаласына келген 100-ге жуық үздік шабандоздар бақ сынайды. Бұға дейін чуда болды. Осындай командалық көкпар, соны ойнадық. Нормально, орынды болды. Сол, енді осыған дайындалып келдік. Аманат команда балалар 5-6 ай дайындалды осы неге турнирға. Енді бұйыртса бәріне сәттілік. Іріктедік қой 1-2 ай. Ол да оңай нәрсе емес, оны іріктеп балалар біразы біреу травма алды, біреу бұлай болды, әртеуір 12 бала бәрі дайындалып келді. Жаңағы айтады ғой, атамыз айтады ғой, асың барда бері жүріп ел таны, атың барда чау жер таныды. Мына Шымкент жеріне келіп осы ат командасына жарысқа келдік. Жарысқа келгенде аттарымыз ішінде жаңағы әулетеді шапқан Алға деген ат бар. Соның баласы бар, белі баласы Миллион Тор деген өзім шаптырып жүрген осы. Мында 4 жыл болды. Оның Нұртөбел деген ат бар, жануар. Бұйрық деген аттар бар. Жақсы, осы ауданымызда шауып жүрген беделді аттар осы. Жігіттер, өздеріңіз білесіздер, аты шулы Ынтымақ бар, Руслан бар, Ерлан деген жігіттер. Енді көп жігіттер бар ғой, бәрі осы Қазақстан спортына жанкүйер болып, ат салысып, ойнап күліп, шапқалап жүрміз. Аман-есен болып, осы тойға кеп қалған жайымыз. 4 ай, 5 ай байлаймыз. Әбден желік майын толтырамыз. Ақырындап, сонымен баптаймыз ғой. Бұл турнир көкпар спортының дамуына серпін беріп, өңірлер арасындағы бәсекелестікті күшейтетін ауқымды жобаның бірі. Алғаш рет пилоттық жүйеде ұйымдастырылған аламан жарыс жаңа шабандоздардың облыстық құрама қатарына кіруге берілген үлкен мүмкіндік. Біз бүгін Қазақстан Көкпар Кап республикалық турнирде жиналып отырмыз. Бұл ерекшелік клубтық командалар арасында. Яғни бұрын көкпарлардың барлығы, чемпионаттар болсын, турнирлердің барлығында облыстық құраманың спортшылары жүретін. Бұндағы ерекшелік клубтық командалар. Яғни бұл дегеніміз не? Бұл дегеніміз Шымкент қаласынан 3-4 команда қатысуға мүмкіндік. Түркістан қаласына, облысынан, басқа да облыстардан 2-3 командаға қатысуға мүмкіндік. Одан бөлек қазіргі талап бойынша клубтық команда құрамында ойнайтын спортшылардың ұлтына, нәсіліне ешқандай шектеу жоқ. Бұл не дегеніміз? Бұл көрші Өзбекстан, Қырғызстандағы спортшыларды клубтық құрамаға алып ойнауға болады деген сөз. Соның бір жарқын көрінісі қазір Қазақстан Көкпар Капқа 7 команда қатысып отыр. Бұл енді пилоттық жоба. Пилоттық жоба болғандықтан қазір командалар жан-жағын бағамдап отыр. Бірақ 7 команда келді. Оның ішінде Жетісу бар. Жетісуның құрамында 3-4 қырғыз бауырларымыздың ойыншылары бар. Мерке бар. Меркенің құрамында да сондай ойыншылары бар. Қазір Жамбыл облысынан 2 команда келіп отыр. Шу мен Мерке. Жетісу облысы келіп отыр. Облыстан команда, Павлодар облысынан команда келіп отыр. Шымкент қаласы бар. Одан бөлек Түркістанның өзінен Бәйдібек командасы мен Қазығұрт командасы келіп отыр. Бұл не үшін жасалып отыр? Қазақстан Республикасы чемпионаттарының барлығына облыстық құрама қатысады. Яғни команда құрамында 12 спортшы. Бірақ біз оңтүстік өңірде бәсекеге қабілетті спортшылардың көп екенін білеміз. Сондықтан сол кісілерге облыстық құрамаға кірмей қалған спортшыларға мүмкіндік беру. Клубтың құрамына кіріп, ойнау деген өз-өзін көрсету. Өткенде Меркеде турнир өтті. Сол турнирде облыстық деңгейдегі жаттықтырушылар 2 спортшыны өздерінің құрамына жаймен түртіп қойды. Яғни бұл не дегеніміз? Бұл жаңа спортшылардың шығып атқаны және облыстық деңгейге жетіп, облыстық құрамаға кіре алады деген сөз. Яғни көрінбей жүрген спортшылар көрініп жатыр. Одан бөлек, қазір біз атбегілерге ден қойып жатырмыз. Яғни арнайы номинациялар арқылы атбегілерді марапаттаймыз. Командалық көкпарға ат дайындап жүрген атбегілерді біз әрқашан федерация назарда ұстап жүреміз. Әрине бұл Көкпар Кап жалғыз федерация емес, Қазақстан Республикасының туризм және спорт министрлігінің қолдауымен, спортты қолдау қоры
арқасында осындай үлкен шара өтіп жатыр. Және бұл жалғасын табады әрине, Құдай қаласа. Себебі биыл оңтүстікте өтсе, келесі жыл солтүстікте өтуі мүмкін. Одан кейін батыста өтуі мүмкін, шығыста өтуі мүмкін деген сияқты нәрсе ғой. Сондықтан біздің жеріміз үлкен, логистика қиын, командалардың келуі қиын. Сондықтан біз осындай зональный нүктелер арқылы жаңа спортшыларды, жаңа аттарды шығару жоспарымызда бар. Бұл жөнінде жылдың басында президент федерация Айдарбек Қожаназаров айтқан. Клубтық командаларды дамытуымыз керек, турнирларды көбейтуіміз керек, жаңа спортшылар шығаруымыз керек деген сияқты. Соның көрінісі, бұған дейін чемпионаттарды бәрі аяқтағаннан кейін енді осы турнирге көшіп жатырмыз. Бұл осы жылдың соңғы жарысы. Бұдан кейін келесі жылға дайындық басталады. Біз жалпы федерацияға сәуір айында келдік. Яғни біз қаңтар, ақпан, наурызды жоғалтып алдық осы моментте. Сондықтан осы жарыс жылдың аяғына қойылып отыр. Бұл жарыс келесі жылдың басына қойылады. Себебі жылдың аяғы көп командалар аттарын демалысқа жіберді деген сияқты, чемпионатқа қатысады, аттарын демалысқа жібереді. Сондықтан біз барынша жалпы маусымды наурыз айы мен қазан айы деп жоспарлап, осы айлардың ішіне кіруіміз керек. Себебі өткені дәстүрлі халықтық көкпарлар бар, қазір жаппай деп атап жүрміз ғой. Сол бір-бірімізге кедергі келтірмеу мақсатында, одан кейін командалық көкпарда шауып жүргендер бар, сол дәстүрлі халықтық көкпарды шабатындар да бар, оларға да сол жақта өнер көрсетуге мүмкіндік беру. Бұл бала спортшы қай жерде қандай көкпар ойнаса да, бұл өзіндік даму, бұл шеберлік, бұл өз-өзін жетілдіру. Сондықтан ан жақта ойнайсың, мын жақта ойнамайсың деуге болмайды. Байрақты додаға бас төрешілік ететін Қуан Құрамаев бұл турнирдің ерекшелігі бір рет ұтылған топта жеңімпаз бола алатынын айтады. Оның сөзінше, мұндай жүйе бірнеше тараптың келісімімен қабылданған. Бұл енді ел чемпионатында көріп жатсыздар ғой, 4 топқа бөлінеді да, 4 топтан бір ұтылып қалады да, содан кейін 5-6 орынға кетіп қалып жатыр. Бұл жерде бір ұтылып чемпион болып кетуі мүмкін. Соған не қылып жатыр. Сондай ережені келтіріп, келісіліп, осындай ережелерді қолданылып жатыр. Жылдың бас жағына қарай, неге қарай қойса, өте күшті ойын ғой бұл. Әр облыс емес, әр ауданның командасы, ауылдың командасы өздерінің возможностьтарын көрсете алатын жерде өз жерден өздерін көрсетіп, ұлттық құрама дейміз, жоқ, облыстың құрамалары дейміз, соған іріктелетін жарыстар ғой бұлар енді. Павлодар облысы командасы Боранов Жалғас, қателеспесек, Ақжалды тізгіндеп шыққан екен. Павлодар облысы бәйтерек клубының шайбілігі Боранов Жалғас, бірінші нөмірдегі Павлодар командасының капитаны жекпе-жектен серкеніліп тақымына басқан сәтте Шымкент қаласының спортшылары қорғанысты күшейтіп серкені ойын алаңысы. Кезекті жекпе-жек 12-ші нөмірдегі Павлодар облысынан Жақсыбек Нұрбол Айғазарды тізгіндеп шыққан екен. Осы жекпе-жекке Шымкент қаласынан 9-ші нөмірдегі Жарылғап Елдар. Ұлттық ойынды тамашалауға келген бұқараның қарасы қалың. Спорт сүйер қауымның қатарында Кеңес одағының көкпар ойыннан 9 дүркін чемпионы Әбілхан Дауылбаев аталмыш спорттың ең әділі әрі қызығы осы командалық түр екенін айтады. Қазір енді келіпті командалар, менің түсінігім бойынша өткенде мен Шуда болдым, осы команда ойыны болды, сөрге Шуға барып, сөрде қатысып келдім. Ең көкпардың әділі, тазасы қызығы осы. Шуда сөрде Меркінің балалары бірінші орын алды. Құда қаласа, бұда да бірінші орын Меркі алады деп отырмын. Одан кейін екінші орынды Шу алады, көреміз енді әзір ойындарын. Өткенде ойындары ойынша Меркінің балалары мықты. Бұл команданың ойын деген ең әділі, тазасы болып қалды қазір. Қазір осыдан балалардың жағы кімнің мықты, кімнің екенін осыдан таңдау көруге болады. Аны жаппай көкпарда өрді тартпа, ұстама, әшейін тез сал. Мысалы біздің уақытымызда, көкпар шапқан уақытымызда, бір күнде азаннан кешке 9 салым болған. Міне көкпар. Қазір 90 салым болады. Әшейін ақшаны ертерек алу керек, болды сол үшін зу таксовать етеді болды. Қазір көкпар таксовать етеді дейді, бәрі айтады, жаппай көкпарда көкпар болмай кетті. Сол біздің ата-бабамыздың көкпарын бұлар әр мафияға жіберді. Әсіресе мынау ат шапқызатын байлар бар, солар енді қатты тиісіп жатыр. Мен осымен қолға алып біраз неғып едім, жетек деген нәрсені тоқтату керек. Кәдімгі баяғы ата-бабамыздың уақытындағыдай шау керек деп, оған не бермей жатыр. Ат шапқызатындар
соны болмайды деп соны бермей жатыр. Ол дұрыс емес. Ол енді біздің ата бабамыздың ұлттық ойыны ғой. Сол ойынды сол уақыт сол ойынды қалдыруымыз керек еді. Білмеймін, әлі де болса ат салысып жатырмын, жөнге келетін шығар деп отырмын. Қазіргі командаларда әлсіреді десек, тағы көкпілейді. Әлсірегенде вообще ешқандай көкпаршы жоқ. Қазір аттың күшімен алып кетіп қала салады. Тақым деген көкпарда тақым деген болу керек. Тақымға бекіткен адам сол шабандоз болады. Қазіргі көкпарда ол тақымнан ұстап екі адам жақсылап екі сілкісең үлі ойын алуға болады. Себебі таралғы дейміз мына үзеңгінің несінде. Біздің уақытымызда 25-30 сантиметрден аспайтын. Қазір 1 метр қояды. Оған көкпар қалай бекиді? Көкпар бекімейді. Қазіргілердің бәрі бекімегімен тартпайтын болғаннан кейін жаңа бірін бір жетті дейді айтады, ойбай тиме тартуға болмайды, сөйтеді алып кете береді. Көкпар ма? Ол көкпар емес қой. Қазір тартысып не алатын көкпар жоқ бізде. Мынау жуалы жақта да мынау не жағында тартысады әлі көкпар. Қызық. Бізде тартыс қалды. Тақым дегеннің жоқ ешкімде. Тақым бар шабандоз деп айтамаймын ешкімді. Көкпарды бір 5-10 минут ұстап алып жүре алмайды. Біз уақытында жарты сағат ат шаршап болдырғанға шейін басып жүретінбіз. Қазір ондай шабандоздар жоқ. Енді Қырғызстан командасы бұлар бұрыннан команда шабады. Бұлар жаппай көкпар шаппайды. Команда бұрыннан команда шабады. Сол бұрыннан команда көкпарлар олар мықты. Сондықтан ол қырғыздар жақсы ойнап жүр. Олар одан кейін атты жақсы дайындайды. Атты мынау суытып, одан кейін қан таза қанын немен араластырып сөйтіп жүйрік аттар ұстайды. Солмен олар сәл азыр көзге көрініп тұр қырғыздар. Әйтпесе біздің уағымызда қырғыздарға көкпар берген жоқпыз. Бірақ мынау қазір қырғызға жеңіліп қалыватқаны содан. Қазақстанның құрама командасы айтып отырмын ғой, сол жаңағы өңірден жинайды әрқайсысына әр жерден жақсы дегендерін, бірақ соны жақсы іріктеп алып жатқан жоқ әлі ешкім. Себебі әркімде сол ананың көкесі, мынаның жәкесі сөйтіп командаға тығып жібереді, ол барып алып ештеңе жартпай тұрады. Соны енді жақсылап іріктеп, жақсылап ойын көрсетсе, біздің қазақтан мықты. Қазақ деген аттың үстінде жүріп, туылып аттың үстінде өскен адам. Шабандоздардың шапшаңдығы мен аттардың қуатысын алған аламанда командалардың өзара күш сынасуы көрерменге нағыз ұлттық спорттың көрігін қыздырып, асқақ рух сыйлады. Ұйымдастырушылар мұндай доданы алдағы жылдарда тұрақты түрде өткізетінін айтады.